актуалды сұрақтарға жауап беру айдары. Өйткені олар тек қана формуланы ғана біледі да, ағылшын тілін білу үшін жаңағы шақтарды білу керек, сөздікті білу керек деген сияқты. Ол өте қате түсінік. Біздің авторлық методикада осыны ашып көрсетеміз. Степ бай степ негізі ситуациялық кейс арқылы, әрбір шақтың қолданылу ситуациясы арқылы үйретеміз. Мысалы, present perfect па болды, осы бес-ақ ситуацияда сөйле болды, басқа жаққа тықпалама деген сияқты. Мысалы, мен кітап оқыдым, present perfect пен айту керек па, әлде past simple ма, екеуі де аяқталған ситуация, соны білмейді, лучше мен қате болып қалады, лучше сөйлемей-ақ қояйын деген сияқты. Осы басты ең негізгі, мысалы біз бір стейк дейік, тамақ алатын болсақ, жегіміз келеді, бірақ біз оны қасық вилканы немесе пышақты қалай ұстау керек екенін білмесек, біз нәтижесінде аш қаламыз ғой. Өйткені оны қалай жеу керек екенін білмейміз. Немесе көйлек сатып алған кезде оны қайда кию керек? Біз әдемі қызыл көйлекпен, мен мысалы бальный көйлекпен жұмысқа бара алмаймын, офиске бара алмаймын. Сол сияқты әр нәрсені дұрыс қолдану жолын, яғни үйренуді білу керек қой. Сол ең басты қателік. Ең көп кездесетін жаңағы қателер произношениеде көбінесе қателер кетеді. Ең көп жаңағыда көбісі сосын жаңағы структураға мән беретін. Прямой перевод жасау ең қате. Мысалы, ол орыс тілінде ойланатын болса, орысша перевод жасайды, немесе қазақ тілі сияқты жасайды. Жоқ, ағылшын тілінің өзінің формуласы бар. Сол формулаға қоясың, болды. Ол ағылшын тілі аналитикалық тілге жатады да. Мысалы, ағылшын тілінде септік жоқ. Мысалы, түк білмейтін адамға қазақша, орысша, ағылшынша, қытайша үйрететін болса, ол бірінші ағылшынша сөйлейді, екінші орысша сөйлейді, үшінші қазақша сөйлейді, төртінші қытайша сөйлейді. Сол қиындығына байланысты. Өйткені сен как робот сияқты да, сен санаңды қоспайсың да, как-то ішкі жан дүниеңді түсінбейсің да. Біз бір нәрсені жай ғана ол сөз ретінде қабылдайсың. Мысалы, қазіргі жаңағы роботтар сияқты сен оны жаттасаң, бәрібір сол айырмашылығы ғой. Біздер қазір жаңағы чат GPT деп жатады ғой, соны адаммен ауыстыруға бола ма, немесе Google переводчик дейді. Солардың айырмашылықтары, адам оны по-любому адамның жан дүниесін қоспаса, ол дұрыс нәтиже бермейді. Осыдан сана қосу керек. Ол қате жіберуден қорқу деген ең бірінші барьер ғой. Ол қате жіберілмесе, ол тіл үйренілмейді. Қате сөйлей бересің, бірақ келесі ретте егер соның дұрыс екенін білген кезде, деп сол қатеңді келесіде жібермеуге тырысу, ол ең басты құндылық та. Ал егер қате жіберу это норма деп кете берсең, ары қарай десең қате болып кете береді. Соның қатенің қате екенін түсінген кезде түзей алу ең маңызды, ең басты дұрыс шешім. Ең бірінші мен өзіне деген сенімділік деп айтар едім. Егер адам өзіне сенімді болмаса, керемет біліп тұрса да, мен қаншама жаңағы PhD доктор бітірген, немесе қаншама ағылшын тілі жоғары деңгейлер сасқалақтап қалады да, оның барлығы айналып келгенде өзіне сенімділік, самооценка деп жатады ғой орысша. Соған байланысты да, одан кейін өзге сенімділік, сенімділік қайдан пайда болады? Сенімділік білім арқылы келеді. Сенімділік сенде жеткілікті ақпарат болған кезде, сенің рюкзагыңда білім, vocabulary, baggage болған кезде ғана келеді. Әрине грамматикада ең маңызды, бірақ бірінші сенімділік, одан кейін грамматика деп айтар едім. Сол, сұрақ жауап айдары аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің каналға тіркеліңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі айдарда сол сұрақтарыңызға жауап айтатын боламын. Степ бай степ, қадамнан қадамға, бәрі оңай. Goodbye.